Бүгінгі таңда даму және мінез-құлық мәселелерінің таралуы артып келеді. Оған қатысты бірнеше себептер болжануда. Олардың кейбірі өмір салтының өзгеруі, мерзімінен бұрын босанулардың көбеюі. Қазіргі уақытта даму мәселелерінің таралуы шамамен 6-7, ал мінез-құлық мәселелері 10-12 құрайды. Бұл алаңдатарлық көрсеткіш, бірақ ерте араласу мұндай балалардың нәтижесін жақсартуда маңызды рөл атқарады. Ендеше ерте анықтау мен араласу неге маңызды? Бұған жауап нейропластикалық. Нейропластикалық мидың өзгерістерге бейімделу қабілеті. Бұл өмір бойы орын алады, бірақ әсіресе өмірдің алғашқы 5 жылында айқын байқалады, себебі бұл кезеңнің дамуы үшін өте маңызды. Сондықтан дәл осы уақытта ерте анықтау мен араласу балалар үшін ең жақсы нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді және олардың толық мүмкіндігін ашуға көмектеседі.